Театр өнердің ең көне әрі ғажайып түрлерінің бірі. Театр адамзаттың рухани дамуына үлкен ықпал еткен. Әрбір қойылымда өмірдің шынайы көрінісі сахналанады. Театр арқылы адам баласы өз сезімін, арманын, үмітін жеткізеді. Театрдың басты ерекшелігі тірі өнер екендігінде. Мұнда көрермен актермен бірге қуанады, бірге мұңаяды. Театр тек көңіл көтерудің орны емес, ол тәрбиенің, білімнің, руханияттың қайнар көзі. Әр қойылым көрерменге белгілі бір ой салады. Жақсылық пен жамандық, әділет пен әділетсіздік арасындағы шекараны сездіреді. Сол себепті театрды көрген әр адам оның мағынасын жүрекпен қабылдайды. Қазақ жерінде де театр өнері кең қанат жайған. 20 ғасырда Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов сияқты ұлы тұлғалардың еңбегімен ұлттық театр мәдениеті дамыды. Бүгінгі таңда Қазақстанның әр аймағында түрлі театрлар жұмыс істейді. Драма, музыкалық, балалар және жастар театрлары халықтың мәдени өмірін байыта түсуде. Театр адамды ойлауға, сезінуге, өзгелердің жан дүниесін түсінуге үйретеді. Әр көрермен өзінше ой түйеді. Кейбір қойылымдар өмірлік сабақ береді, кейбірі жаңа мақсаттарға жетелейді. Театр мәңгілік өнер. Ол әр қашан адамзатпен бірге жасап, рухани биіктерге жетелей береді. Театрға бару, жанды тәрбиелеу, ойды жетілдіру, сезімді баптау.